дамханаға келіп жайғастық. Және дамханада мынандай сиыр етінен жасалған тамақты тапсырысқа бердік. Бұл тамақтың аты гюдон. Негізі Окинаваның жаңағыдай ерекше тамағы Окинава соба болып саналады. Бірақ барлық жерде Окинава собаға шошқа етін қосады. Сондықтан бізге ол тамақты жеу мүмкін емес. Сондықтан біз осындай сиыр етінен жасалған тамаққа тапсырыс бердік. Біз жаңағы дүкендерді аралап, өзімізге Окинавадан естелік болып қалатын брелоктар тауып алдық. Арзан және әдемі. Мысалы, мынаны қарасаңыздар, мына гүл, бұл Окинаваның жаңағы символ гүлі болып табылады. Өте әдемі гүл. Жаңағыдай Окинаваның көшелерінде жүрсеңіздер, жаңағыдай осы гүлдің өсіп тұрғанын көре аласыздар. Ал мынау бұл жаңағы Окинаваның ең бірінші символы болып табылады. Бірінші символы осы шиса деп аталатын аңыз кейіпкері. Содан кейін жаңағы айдан айнып кеткен гүл болып табылады. Мына аңыз кейіпкері бұл арыстан мен күшіктің қосындысынан пайда болған аңыз кейіпкері. Өзімде онша жақсы білмеймін не үшін осы шисаны таңдағанын. Бірақ бұл жапондардың синтоизмі, қытайлардың буддизмі және Кореяның әсерінен пайда болған аңыздық кейіпкер деп айтады. Және өздерін Окинавада бұрын өмір сүрген адамдардың өздерінің аңыздарының ішінде де бар көрінеді осы аңыз кейіпкері. Мынау екіншісі де тура сол шиса, бірақ кішкентай үлгісі. Ал мынау омамори ретінде, яғни қазақтағы тұмар бар ғой, сол сияқты ретінде жасалған кішкентай брелок. Енді жаңа біз кірген осы брелоктарды сатылған дүкен жайлы айтып кететін болсақ, жаңағы дүкеннің сатушысы өте керемет әйел екен. Бізге анандай Қазақстаннан келгенімізді біліп, жаңағы Қазақстаннан келген адамдар бірінші рет көріп тұрмын деп бізге әңгіме айтып, мынандай жаңағы Окинаваның тәттісін сыйлыққа берді. Және осы барлық заттарды сатып алғанымыз үшін мынандай бізге дорбаны сыйлыққа берді. Бұл жаңағыдай Окинава негізі Жапонияның Гавайи аралдары болып есептеледі. Және осы мына Гавайи аралдары естеріңізге келмей ма? Мынаны қараған кезде келеді. Келеді, иә? Өте әдемі, иә? Осылай дорбаны сыйлыққа алдық. Енді болашақ саяхаттарымызда ішіне тамақтарымызды салып, осы дорбаны арқалап жүреміз. Және Окинаваның керемет естеліктерін есімізге түсіріп тұрады. Сонымен қоса Окинаваның адамдары туралы айтып кету керек шығар. Кәдімгі жапондықтардан өте қатты ерекшеленеді. Кәдімгі жапондықтар олар кішкене адамға деген суықтау болып келетін болса, бұл Окинаваның адамдары тура қазақтар сияқты өте жылы, адамгершіліктері ашық, жайдары, өте керемет адамдар. Кез келген адаммен оңай сөйлесіп кете алады, әңгімелесіп кете алады. Және түрлері де Орталық Азиядағы түрлі халықтардың түріне келеді. Қазақ пен өзбек сияқты, қазақтар мен өзбектер сияқты, қазақтар өзбектердің араласып өте әдемі түрлері.
аэропортына жақын Намино Уэй деп аталатын жағажайдамыз. Суы салқын, керемет және тап-таза. Сіздер қалай қынайықта? Бірсіні әдемі, күлгін түсті самолетпен ұшамыз. Біз Окинавадан кетіп бара жатырмыз. Енді Фукуокаға барамыз. Бір префектураны аралап бітірдік. Енді келесі префектураға. Сол префектурадағы қызықтардың барлығын сіздермен бөлісетін боламыз. Вайпов Баяжбен бірге болыңыздар.